Осыдан бір жыл бұрын Қазақмыс тобы операциялық шығындарды оңтайландыруға бағытталған кешенді бағдарламаны қолға алған болатын. Бұл бағдарламаның басты мақсаттары өндіріс көлемін тиісті деңгейде қамтамасыз ету, кәсіпорындардың шығынсыз жұмыс істеуіне жағдай жасау, сөйтіп жұмыс орындары мен компания қызметкерлерінің жалақысы қазіргі деңгейде сақтап қалу. Оңтайландыру термині жұмыс бабында өткен жиналыстарда бірнеше рет айтылды. Компания барлық шығынды кәсіпорындар мен еңбек персоналын әлеуметтік нысандарды оңтайландырды. Компанияда жаппай қысқарту жүреді екен және өндіріс орны жабылады екен деген қауесеттерде таралды. Артық шығыннан бас тартқан компания қазіргідей ғаламдық экономикалық тұрақсыздық пен өнімнің өзіндік құны шарықтап тұрған шақта да өндірісті дамыту мен қолдауға қажетті ресурстарды қайта бөліске асалды. Оңтайландыру компания қызметінің барлық салаларында жүргізілді. Бірінші кезекте бизнес процестер оңтайландырылды. Атап айтсақ, қайта құрылымдау барысында компания географиялық басқару принципінен салалық белгісі бойынша басқаруға көшті. Нәтижесінде компанияның ұйымдастырушылық құрылымы мынандай сипатқа ие болды. Тау-кен өңдеу кешені, өндірісті дамыту кешені, металлургия кешені, сервистік өндіріс кешені, отын энергетика кешені. Бұл процесс құрылымдық бөлімшелерді топ құрамында қалатын бірнеше заңды тұлғаға бөліп, бірқатар функцияларды аутсорсингке беруге итермеледі. Жұмысшы персоналмен жасалған келісім шарттарды қайта бекітуге мәжбүр етті. Бірақ еңбек ету шарттары мен еңбекақы төлеу тәртібі өзгерген жоқ. Еңбек ұжымын оңтайландыру бірінші кезекте еңбек ресурстарын компания ішінде тиімді түрде қайта бөліске салуға бағытталған. Жұмысты ұйымдастыру және мөлшерлеу бөлімі 2666 шарттық бірлікті оңтайландыру туралы шешім қабылдады. Қысқарту емес, оңтайландыру. Бүгінгі күнге дейін 1,5 мыңнан астам штаттық бірлік оңтайландырылды. Бұл бірінші кезекте бос орындарды қысқарту, штаттан тыс қызметкерлерді басқа құрылымдық бөлімшелерге орналастыру және зейнетке шығару сынды тағы да басқа іс-шаралар арқылы жүзеге асырылды. Жыл сайын топ қарамағындағы 212 әлеуметтік нысанды күтуге компания $50 миллион жұмсайды. Осы нысандардың басым бөлігін баланстан шығару едәуір қаржы үнемдеуге көмектесті. Жоспар бойынша 148 нысан компания балансынан шығарылуы тиіс. Оның 58-інің қожайыны ауысты, немесе өзгелерге өткізіп беру процесін бастан кешіп жатыр. Сыйға тарту келісім шарты бойынша 19 нысан мемлекет меншігіне өтті. Тағы 25 нысан жеке меншік құрылымдарға сатылды. Ендігі бір нысанды еңбек ұжымы сатып алды. Жоғарыда атап көрсетілген шаралар Қазақмыста қаржы үнемдеу мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстардың жартысы ғана. Компанияда шығындалатын материалдарды үнемделеді. Мәселен, мыс сымдар орамының салмағы арттырылып, саны азайтылады. Нәтижесінде орауға кететін материалдар үнемделеді. Тиімділігін арттыру мақсатында фабрикалар мен өзге де өндіріс нысандары қайта қалпына келтіріліп, жаңғыртылып жатыр. Жеткізуші компаниялармен бекітілген келісім шарттар көлемі мен шарттар қайта қаралуда. Автокөлік пен ұсақ-түйек шығындардың бәрі қысқартылды. Шығынды оңтайландыру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Қазақмыс үнемдеуді бүгіннен бастау арқылы тиімді өндіріс пен аймақтағы тұрақтылық негізін қалап жатыр.